Саламатсыздар ма оқушылар, қазір 8-ші сыныптың квадрат теңдеулер бөлімі бойынша БЖБ-сын талдайтын боламыз. Так, мына жерде бізге берілгені x квадрат минус 2x және минус 48 тең 0 деген тапсырма. Осыны көбейткіштерге жүктеуіміз керек. Так, x квадрат минус 2x минус 48 тең 0. Осы жерден біз x1 мен x2-ні тауып алуымыз керек. Онда былай шығарамыз. Так, x1 қосу x2 вет бойынша шығарайық. 2-ге тең x1 көбейту x2 минус 48-ге тең. Бұл жерде қандай сандар болады? 6 мен 8-ге. Бұл жерде минус 6 және 8 болады. Енді екі жақша жүктеген кезде x плюс 6, x минус 8 тең 0 болады екен. Келесі мына тапсырмада 6y квадрат минус 5y және тең 1 модуль болғандықтан бұл жерде плюс 1 минус 1 деп аламыз. 6y квадрат минус 5y тең 1 және мұнда 6y квадрат минус 5y тең минус 1 деп шығаратын боламыз. Так, 6y квадрат минус 5y, мына 1-ді мұнда өткіземіз, минус 1 тең 0. Дискриминантпен шығарайық. 25 минус 4 көбейту 6 көбейту минус 1. Бұл жерде 49 шығады. Енді x1 2-ні табатын болсақ, минус 1 плюс 5 плюс 49 түбірасты 49 бөлемін 2 көбейту 6 болады. Плюс минус қоймына жерде. Так, бұдан бізде шығады. Бірінші жауап 1 шығады. Екінші жауап минус 1 бөлінген 6 шығады. Так, кеттік келесі. Келесі мына екінші есептіға шығарайық. 6y квадрат минус 5y. Мұнау бізде плюс 1 болып келеді. Енді осыдан дискриминант шығаратын болса 25 минус 4 көбейту 6 көбейту 1. Бұдан 1 шығады, иә? Енді y1 y2 мұнау y1 y2. Так, y1 y2-ні табайық. y1 y2. Так, 5 плюс минус түбірасты 1 бөлемін 2 көбейтемін 6. Так, бұл жерде 6-ны 12-ке бөлсек, так, плюс болады. Плюс 2-ден 1, және, так, 6-ны, енді 4-ті 12-ке бөлсек, так, 1 бөлінген 3 болады. Я, сонда бізде жауаптары осындай болады екен. Бізде жауаптары мұнау болады, и мұнау болады, мұнау болады, и мұнау болады екен. Кетті келесі есеп. Так, бөлшек рационалы теңдеуді шығарыңыз дейді. Жазып алайық. 7 бөлемін x плюс 5 қосамын 10 бөлемін 3x плюс 4 тең 2 болады екен. Так, бұл жерде ортақ бөлім мұнаған 3x плюс 4-тен берем, мұнаған 3 бар. Мұнаған x плюс 5-тен берем, мұнаған 2-інде берем. 3x плюс 4, так, x плюс 5-тен де берем. Так, шығарып көрейік. Так, алымдарын алып қаламыз. Так, енді бұл жерде 7 көбейтемін 3x плюс 4, қосамын 10 көбейтемін x плюс 5, және 2 көбейтемін x плюс 5, 3x плюс 4. Енді мына жерден бізден 21x плюс 12 болады. Ой, 7 28 ғой. Так, 28 қосамын 10x плюс 50. 10x плюс 50. Ал мұна сол жағынан бізде, так, оң жағынан бізде, мына жерде 6x квадрат плюс 38x плюс 40 шығады. Енді мына жерін бәрін топтастыр жіберейік. Топтастыр жіберсек, бізде мына жақта 31x плюс 78 болады. Мына жақта 6x квадрат плюс 38x плюс 40 болады. Енді осының барлығын теңестіріп алатын болсақ, бізде шығады 6, мына жаққа өткізіп жібереміз ғой. 6x квадрат плюс 7x минус 38 тең 0 болады. Енді осы жерден дискриминантпен шығаратын боламыз. Дискриминант тең 49 минус 4 көбейту 6 көбейту минус 38. Бұл жерде мәні шығады 961.
Енді ол 961-ден түбір асты 31 шығады. Енді x1 2-ні табатын болсақ, минус 7 плюс минус 31 бөлемін 12. Бұл жерден 2 мән шығады. 2 мән біріншісі 2 және екіншісі минус 19 бөлінген 6. Бұл жерде еще мүмкін мәндер жиыны деген бар. Мүмкін мәндер жиыны. Қараңдар, x плюс 5 бізде тең болмау керек 0-ге, x тең болмау керек минус 5-ге. Және екіншісі бар. Бұл бізде 3x плюс 4 тең болмау керек 2-ге. Және 3x тең болмау керек минус 2-ге, x тең болмау керек минус 2 бөлінген 3-ге. Сонда бұл жерде бізде мәні 31 мен 2 мен не болып тұр? Минус 19 бөлінген 6. Мынау мен мынау болып тұр. Болды. Кеттік келесі. Келесі біздер екінші нұсқаны талдайық. Екінші нұсқада қараңдар. X квадрат минус 2x минус 35. Бұл жерде біздер x1 қосу x2 тең мысалы 2-ге, x1 көбейтем x2 тең минус 35-ге. Бұл деп отырғанымыз x1 бізде 7-ге, x2 5-ге тең қайсысы минус болады? Яғни мынау болады. Сонда екі жақша жіктейтін болсақ x плюс 7, x минус 5 тең 0 деген шығады екен. Келесі екіншісі, мына модуль жаңағындай 3y квадрат минус 5y тең 2 деп алам. Мұнда 3y квадрат минус 5y тең минус 2 деп алам. Сонда 3y квадрат минус 5y минус 2 тең 0. Мына 3y квадрат минус 5y плюс 2 тең 0. Так, мына жердің дискриминант 25 минус 4 көбейту 3 көбейту минус 2 49 болады. Бұдан түбір асты бізде 7 шығады. Так, y1 мен y2-ні табатын болсақ 5 плюс минус 7 бөлемін 6. Так, 12 бөлінген 2 2 болады, минус 1 бөлінген 3 болады. 2 жауап шығады. Так, енді мынаны шығарайық. Мына бізде d тең 25 минус 4 көбейту 3 көбейту 2 6 4 24 1 шығады. Так, y1 мен 2-ні табатын болсақ 5 плюс минус 1 бөлінген 6. Бұда 1 деген жауап шығады. Және 2 бөлінген 3 деген жауап шығады. Сонда жауаптар мынау және мынау болады екен. Так, кеттік келесі. Мына жерден біз мынаған береміз. Так, x плюс 3, 2x плюс 3. Мынаған x плюс 3-тен берем, мынаған 2x плюс 3-тен берем. Так, 4 2x плюс 3 қосам 5 x плюс 3. Мынау 2x плюс 3 2x плюс 3. Мынаны ашып жіберсем 2x-тің квадраты 3x 6x 9x және мынау плюс 9 болады екен. Так, мынау 8x, мына жақшаларды ашам. Плюс 12 плюс 5x плюс 18 тең мынаны көбейтіп шығам 2-ге. 4x квадрат плюс 18x плюс 18. Мынаны біріктірем 8x плюс 30 болады. Мынау 4x квадрат плюс 18x плюс 18. Енді барлығын біріктір жіберсем, қосатындарды қосып 4x квадрат плюс 10x минус 12 тең 0. Барлығын мына жерде 2-ге бөл жүрсем 2x квадрат плюс 5x минус 6 тең 0. Дискриминант 25 минус 4 көбейту 2 көбейту минус 6. 25 қосамын 848 ба? Неше шығып тұр бізде? 6 8 48 ғой. 4 асы. Солай ма? 25 кенді 48 қоссам 73. Так, қай жерден қате жібердік? Мынаған 2x плюс 3-тен бердім. Так, мына жерде 18 емес 15. 15. Сонда мына бізде 27. Мына 15. Короче, мына жерлер қате. Так, мына жерде 15 болады екен. Так, мына жерде 27 болады екен. 27, мына жерде сонда неше болады? 9 болады. Минус 9. Так, мына жерде сонда 2-ге бөле алмаймыз. Мына жер полный мынандай болады.
Так, мына жерде бізде қате мына 5х-ті вообще елеп тұрған жоқ екенбіз, 5х-ті ұмытып кетіппіз ғой. Так, 10х плюс 27 шықты, мына 4х квадрат плюс 18х плюс 18, сонда осылай шықты. Енді осы жерден біздер дискриминант шығаратын боламыз. Енді дискриминантқа келдік. Так, 25 минус 4 көбейту 4 көбейту минус 9. Сонда бізде шығады бұдан 169. 160 дегеніміз қандай санның квадраты? Бұл 13, бірасынан шығарсақ. Енді осы жерде x1, x2 тапсақ, минус 5 плюс минус 13 бөлемін 8. Бұдан 2 жауап шығады. Минус 3 және... бұдан 2 жауап шығады. Бізде 1 және минус 9 бөлінген 4. Сосын бізде мүмкін мәнде жиыны деген бар ғой. Білеміз ғой. X плюс 3 тең болмау керек 0-ге, x тең болмау керек минус 3-ке. Және 2x плюс 3 тең болмау керек 0-ге, бұл жерде x тең болмау керек минус 3 бөлінген 2-ге деген нәрсе бар. Сонымен екеу де тең емес, сонда жауап осы екеу болады екен. Кеттік келесі. Так, есебіміз аяқталды. Онда осымен бұл жобамыз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.